Сіздерме оқушылар, бүгінгі сабағымызға кіріспес бұрын әуелі бейне жазбаны тамашалап, сонан соң сабағымыздың тақырыбына болжау жасайық. Экспо 2017 көрмесі 3 ай бойы мұнда 115 мемлекет және 22 халықаралық ұйым болашақ энергиясы тақырыбында жан-жақты ізденістерін паш етті. Жай ғана таныстырып қойған жоқ, үздік жобаларын ұлттық құндылықтармен ұштастырып, келушілер үшін естен кетпес әсер сыйлады. Мәселен, Монако павильондағы әсем көріністерді айрықша атап өткен жөн. Бұл князьдік жер шарындағы шағын мемлекеттердің бірі болғандықтан, онда жер тапшылығы өзекті. Осы жайтты ескерген ғалымдар су бетіне шаһар салу жобасын жүзеге асыра бастады. Испаниялық өнертапқыштардың жасыл желектен қуат алу әдісі ерекше қызықтырды. Олар өсімдік жерден құнар алып қана қоймай, күн сәулесімен қоректенетінін ескеріп, сол энергияны қайта өндіріп алу әдісін ойлап тапқан. Осындай батареялар бізге 1 шаршы метр 40 ватт сағатына энергия бере алады. Сонымен қатар осындай батареялар 4 жылға дейін істейді және ешқандай зақымын тигізбейді. Әлемдегі жылу электр орталықтарынан шығатын зиянды қалдықтарды едәуір азайтуға жол ашылды. Ол үшін қытайлық ғалымдар арнайы қондырғы жасап шығарды. Сондай-ақ олар су түбіндегі балшықтан отын өндіру жобасын жүзеге асырды. Яғни пайдалы энергия алып қана қоймай, ластанған айдынды тазарту тәсілін ойлап тапты. Яғни Африкада жаңа гидростанциялар салу жөнінде ілкімдес қолға алынуы мүмкін. Сондай-ақ таяу шығыста күн батареялары орнатылып, Үндістанда ащы суды тазартатын зауыт іске қосылады деген жоспар бар. Ал еуропалықтар графенді қолдану арқылы атмосфераны зиянды қалдықтардан тазарту ісіне кіріспек. Демек, экспо көрмесі діттеген мақсатына жетіп, әлемдік энергетика және экология салаларына тың серпін әкелді. Өте жақсы оқушылар, бейне жазбаны мұқият қарадыңыздар. Енді осы бейне жазба бойынша талдау жасайық. Бейне жазба қай тақырып жайлы әңгіме қозғады? Ендеше оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз не жайлы деп ойлайсыздар? Әрине, бүгінгі сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Сабақтың мақсаты мәтіндегі ақпараттың өзектілігін анықтау, қорытынды жасау. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстыра отырып, сыни тұрғыда баға беру. Бағалау критерийлары мәтіннен ақпараттың өзектілігін анықтап, қорытынды жасайды. Мәтінде көтерілген мәселені ғаламдық мәселелермен байланыстырады, сыни тұрғыда баға береді. Оқушылар, 2017 жылы Астана қаласы, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласында Экспо 2017 халықаралық көрме өткен болатын. Осы көрменің басты тақырыбы болашақ энергиясы. Болашақ энергиясы жобасының түпкі ойы тұрақты қуат көздерін басқаруды, ауаның ластанбауын, таза әрі тиімді қуат көздеріне қол жеткізу еді. Қуат көздері біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігі екенін жақсы түсінеміз. Энергия бұл адамзат тіршілігінің дамуына жағдай жасаушы бірден-бір табиғи қайнар көз. Қазіргі жағдайда біз пайдаланып жүрген қуат көздері көмір, газ, мұнайдың қоры шамамен 40-50 жылдан соң бітеді деген көзқарас бар. Екінші жағынан, оларды өндіріп пайдалануға кететін қаржы да қомақты. Үшіншіден, өндіру кезіндегі пайда болатын экологиялық мәселелер тағы да бар. Ал баламалы энергия көздері күн, жел, су, найзағай, биоотын энергияларын пайдалану экологиялық таза. Сіздер бейне жазбадан осыны жақсы аңғардыңыздар. Олай болса оқушылар, біз тапсырма орындауға көшейік. Бірінші тапсырма сәйкестендіру кестесі. Екінші тапсырма мәтінмен жұмыс. Оқулықтарыңыздың 108 бетіндегі 4-ші мәтінді түсініп оқимыз. Дескриптор 4-ші мәтінді іштей оқиды, мәтіннің мағынасын түсінеді. Келесі тапсырма пікір, дәлел, сұрақ, қорытынды әдісі.
4 баған берілген алдарыңызда. Бірінші баған пікір. Оқыған мәтін бойынша өз пікірін бір сөйлеммен жазады. Екінші баған дәлел. Мәтіндегі маңызды ақпараттар туралы бір сөйлеммен түсініктеме бере алады. Үшінші баған сұрақ. Оқыған мәтінге сүйеніп, маңызды сұрақ ойластырады. Төртінші баған қорытынды. Болашақ энергиясы туралы нақты ақпаратты табады. Енді келесі 4-ші тапсырмаға көшелік. Тапсырма Т кестесі. Оқылым мәтініндегі жағымды мәндегі сөз тіркестерін кестенің оң жағына жазады. Жағымсыз мәндегі сөз тіркестерін кестенің сол жағына жазады. Тақырып бойынша өз шешімін кестенің астына жазады. Т кестесі бойынша дескриптор. Жағымды мәндегі сөз тіркестерін кестенің оң жағына жазады. Жағымсыз мәндегі сөз тіркестерін кестенің сол жағына жазады. Тақырып бойынша өз шешімін кестенің астына жазады. Тақырып бойынша өз шешімі сыни тұрғыда өз көзқарасын жазады. Керемет балалар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс беріп өтелік. Кері байланыс жетістік баспалдағы бойынша. Сіз осы сабақта не жасай алдыңыз? Сізге не қызықты болды? Сіз үшін қандай ақпарат қызықты болды? Жақсы. Оқушылар, сабағымыз қызықты әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.